Баршаңызға сәлем, сіздермен Маржан Үсенбайқызы. Қазақ тіліндегі контентті қолдау үшін және қазақтың атақты ақын жазушыларының шығармаларын тыңдау үшін менің каналыма жазылып қойыңыздар. Жаңа шыққан бейнені жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып, комментарий жаза отырыңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Әзілхан Нұршайықов, ақиқат пен аңыз, бірінші диалогтың жалғасы. Оқыған Маржан Үсенбайқызы. Бекке айтқаныңыздай өтірік айтсаң, сол қолыңды, одан соң оң қолыңды шауып тастайын демейсіз бе? Сен өтірік айтпағын, мен олай демейін. Құп бауке, ал тыңдағын онда. Рас, ол кітап менің ең алғаш рет орыс мектебіне оқуға келгеніммен аяқталады, деп бастады Бауыржан әңгімесін. Ол менің 12-ні 12, 16-ны 16, 19-ды 19 деп жүрген кезім болатын. Гончаровтар семьясы маған жабыла көмектесіп тілімді жұмсартты. Бірге оқып жүрген орыс балаларымен күн сайын жақындасып достаса бердім. Өстіп, Евгеньевка селосында мен бір қыс оқыдым. Келесі жылы Жамбыл қаласына келіп, ол кезде Әулиеата деп аталады. Аса интернатына түстім. Онда 3 жыл оқып, бастауыш мектепті тәмамдадым. Ол кезде орта мектеп деген атымен жоқ. 7 жылдықтың өзі алғаш рет 1924 жылы Шымкентте ашылды. Оған 4 класстық білімі барларды алады екен. Бірақ ондай білімді шәкірттер аз. Сондықтан 3 класс бітірген бізді соған алды да кетті. Келсек, біз сияқты балалар Шымкентке жан-жақтан жиналып қалыпты. Қызылордадан Әбділда Тәжібаев келіпті. Қазалыдан келген бірнеше бала бар. Қазақстан коммунисі журналының қазіргі редакторы Құрманбек Сағындықов, бәріміз сонда бірге оқыдық. Біз оқыған тұңғыш 7 жылдық мектептің үйі Шымкентте әлі күнге дейін бар. Бүгінде ол Совет одағының батыры Қарсыбай Сыпатаев атындағы Қазақ орта мектебі. 7 жылдықты біз 1928 жылы бітіріп шықтық. Автор: осы арада бір жанама сұрақ қоюға рұқсат етіңіз бауке. Бауыржан: қойғын. Мен тізіп алған сұрақтарымның біріншісіне көз қиығын салдым да, одан соң өзім жазып отырған кішкентай үстелдің үстімен Бауыржанның жан-жағын шапшаң шолып өттім. Оның айналасында бір пачка сигарет пен бір қорап сіріңкеден басқа қатты қару жоқ екеніне көзім жеткеннен кейін мырс етіп күліп жібере жаздадым. Бұл жерде есіме бір журналистің бірінші сұрағына Бауыржанның қалай жауап бергені түскен еді. Болгариядан Алматыға келген Пенков деген журналист Момышұлына жолығып, одан интервью алмақ болады. Бірақ Момышұлы ол кезде Москвада жатса керек. Бауыржанның Бухарест мейрамханасында жатқан адресін алып, журналист оны іздеп барады. Сонда журналист жаңағы мен сияқты қағазына қарап, алғашқы сұрағын қояды. Сізді соғыста батыр болды дейді. Шыныңызды айтыңызшы, ешқашанда қорыққан жоқсыз ба? Шынымды айтайын ба? Деді Бауыржан оған. Тек қана шыныңызды айтыңыз, дейді журналист жымиып. Бауыржанның үстелінің үстінде үлкен бір пышақ жатыр екен. Ол көз аларып, мұрты тікірейіп, сол пышақты бас салады да, орнынан шапшаң атып тұрып, журналистке қарай құлаштап сермеп қалады. Жаңа ғана күліп отырған журналистің түсі құп-қу боп кетіп, орындығымен шалқасынан құлап түсе жаздайды. Сіздің бірінші сұрағыңызға жауап бердім ғой деп ойлаймын. Бауыржан осылай деп журналистке бас изеді. Журналист апалақтап басын изейді. Енді екінші сұрағыңызды қойыңыз деп қолындағы пышақты үстелдің шетіне лақтырып жіберіп, орнынан тұрады. Бауыржанның бұл оқиғасын бізге сол сәтте оның қасында болған бір жазушы айтып келген еді. Сол ойыма түсіп күліп жібере жаздаған мен тез ернімді жиып, Бауыржанға былай деп бірінші сұрағымды қойдым. Сіз бала күніңізде қандай кітаптарды қызыға оқыдыңыз бауке? Сен бұл сұрағыңды бала күніңде және ересек кезіңде деп қойғын. Мен бәріне бір-ақ жауап берейін. Солай болсын онда. Бауыржан: мен жас кезімде де, ересек күнімде де кітапты көп оқыдым. Осы күнге дейін кітаптан бас алмаймын.
Құныға оқығандарым француз, орыс және испан классиктерінің кітаптары. Диккенсті түсінбедім, аяғына дейін оқи алмадым. Менің кітапты көп оқуыма негізгі себеп қызмет бабына байланысты. Үнемі жалғыз жүруім болды. Мәселен, мен 5 жыл қиыр шығыста, тайгада жүрдім. Күндізгі қызмет біткеннен кейін кешке үйде жалғыз қаласың. Осы жалғыздықты жою үшін әдебиетті көп оқуға машықтандым. Қазақ жазушыларының арғы бергілерінің бәрін де оқыдым. Енді мен саған жаңағы негізгі әңгімемнің желісін жалғастырайын. 1928 жылы Шымкентте 7 жылдық мектепті бітірдім дедім ғой. Осы күнгі Каспий ол кезде Орынборда еді. Аздап оқудың дәмін татып алғаннан кейін енді соған түсіп оқығым келді. Ойладың, орындадың деген сөз бар емес пе орыста? Сол айтқандай ойға алуым-ақ мұң екен, Орынборға тарттым да кеттім. Орынбор деген жер суық болады екен. Жұқа киіммен барған мен дірдектеп жанымды қоярға жер таба алмай жүрдім. Институттың директоры Тоқтыбаев деген қазақ екен. Бір күні бүрсеңдеп институтқа кіріп келе жатыр едім, сол кісі кездесе кетті де, «Әй қарағым, бері келші», деп мені кабинетіне ертіп апарды. Тоқтыбаевтың үнемі маған көзі түсіп, күйсіз жайымды аңғарып жүреді екен. Ол бірден өз ұсынысын айтты. «Мына киіміңмен, шырағым, сен Орынборда оқи алмайсың. Ауруға шалдығуың мүмкін. Адамға алдымен денсаулық керек. Мына қағазды бухгалтерге апарып ақша ал да еліңе қайт». Мінеки, мен вуздың есігін осылай жаптым. Сонымен сорайып Жуалыдағы ауылға қайтып келдім. Келе сала әкемнің 2-3 қойын сатқызып кебіс кидім. Пальто, малақай сатып алдым. Өстіп шыт жаңа болып киіндім де гүбірналық, ол кезде Жамбыл, Шымкент, Қызылорда үшеуі бір гүбірна болатын. Оқу бөлімінің бастығы Әшіров деген кісіге келдім. Ол өзімнің 7 класс бітіргенімді, тұрмыс жағдайыма байланысты Орынбордан қайтып келгенімді айтып қызмет сұрадым. Әшіров қуанып кетті. «Сен сияқты білімі бар қазақ баласын іздеп таба алмай жүрміз ғой, шырағым-ау. Кәне, мен сені мұғалім етейін» деп қолыма бір жапырақ қағаз жазып берді. Сөйтіп 2 жыл бастауыш мектепке мұғалім болдым. Ол тұс ел басқару ісіне баулу үшін жергілікті ұлт адамдарын жоғары қызметтерге көтеріп жатқан шақ еді. Біздің Бурныйда да икемі бар қазақтарды жоғарылата бастады. Бір жақсысы, олардың орынбасарлары мамандар, орыстар болатын. Білімі аз басшыға істің мән жайын солар үйретіп отыратын. Сол тұста бір күні менің де жоғарылап шыға келгенім бар емес пе? Ол былай болды. Ол кезде райкомда да 2 адам, секретарь мен есепші. Райсполкомда да 2 адам, председатель мен жауапты секретарь жұмыс істейтін. Райкомымыздың секретары Кабаков деген кісі де райсполком председателі Дүйсенғали Бурабаев деген семинария бітірген бұрынғы мұғалім еді. Аудандық атқару комитетінің жауапты секретары Губанов деген адам орнынан түсіп қалды да, райком мен райсполком оның орнына кандидатура таба алмай састы. Бурабаев өзі бұрын мұғалім болған соң ба, кім білсін, әйтеуір маған тоқтаса керек. Сонымен мені әй-шайға қаратпастан аудандық атқару комитетінің жауапты секретары етіп тағайындап кеп жіберді. Жауапты секретардың жұмысынан еш хабарым жоқ. Әйтеуір оңаша кабинетім бар. Қалқиып сонда отырамын. Оңаша отырғаннан кейін менің не істеп, не тындыратынымды ешкім біліп жатқан жоқ. Сырт жұрт осы бірдеңе бітіріп отыр деп ойлайтын шығар. Ал ештеңені де ұқсата алмағаным өзіме аян. Бурабаев маған ана мәселе, мына мәселе жөнінде аудандық атқару комитетінің қаулысын, шешімін шығар, ана жерге қатынас, жаз, мына жерге жарлық жібер дейді. Мен олардың қалай жазылатынын да білмеймін. Бірдеңелерді нобайлап, осылай болар деп тұспалдап, Бурабаевқа алып барамын. Бурабаев ұстамды педагог еді. Менің жазғандарымды алдына алып отырып, маған ұрыспастан, ренжіместен, ерінбей соларды бірі қызыл, бірі көк түсті қарындашпен түзететін де отыратын. Мен Бурабаев қып-қызыл
ала етіп берген документтерді қайта көшірумен күн өткізетінмін. Содан кейін әр документтің соңына аудандық атқару комитетінің председателі Бурабаев деп ол қол қояды, жауапты секретары Момышұлы деп мен қол қоямын. Ал шындығына келгенде аудандық атқару комитетінің председателі де секретары да Бурабаев еді. Не керек, ақыры Бурабаев мені үйретіп шығарды. Сөйтіп, мен 3 жыл аудандық атқару комитетінің секретары болдым. Мен сол Бурабаевты күні бүгінге дейін ұмытпаймын. Менің орысша сауатты болуыма, іс қағаздарын дұрыс жазуыма сол кісі көмектесті. Жалғыз іс қағаз емес, менің газет, кітап оқып өсуіме де сол кісі жетекшілік жасады. Оқитын кітаптардың тізімін беріп, не оқығанымды тексеріп, газеттерден не оқып, не қойғанымды үнемі қадағалап, өзімді ысылдырып адам етті. Автор: сіз ол кездерде кім болсам деп арман еттіңіз? Бауыржан: мен ол кездерде тек қана қатарымнан қалмауды ғана ойладым. Автор: әскерде, соғыста қандай кітаптар оқыдыңыз? Қандай жағдайда қалай оқыдыңыз? Бауыржан: Толстойдың соғыс және бейбітшілігі мен Севастополь әңгімелерін, Пушкин мен Лермонтовтың әскери прозасын, адмирал Нахимовтың, адмирал Макаровтың, ағылшын адмиралы Нельсонның кітаптарын, қазақ кітаптарынан мен Абайды ешқашанда жанымнан тастаған емеспін. Мен Абайды ақын деп қана емес, ойшыл философқа балап оқыдым. Барлап қараған және әскери көзбен қараған кісіге Абайдың өзі қып-қызыл соғыс. Рас айтамын. Мәселен, оның жасымда ғылым бар деп ескермедім деген өлеңін алшы. Жатқан соғыс емес пе? Автор: сіздің көзіңізбен қарағанда солай шығар, Бауке. Бауыржан алая қарап алып сөзін әрі қарай жалғады. Москва түбінде тұрғанда Қазақстаннан алдырып Шоқан Уәлиханов шығармаларының ертеде шыққан басылымын оқыдым. Ал Абай романының бірінші кітабы менің қолыма соғыста жүргенде тиді. Өз қолымен автограф жазып, оны Мұқаңның өзі жіберді. Мен оны оқып шығып, Мұқаңа арабша 6 бет хат жаздым. Мұқаң менің кітапқа берген бағама разы болып, 3 бет жауап жолдады. Содан соң Сәбит автограф жазып, жұмбақ жалауын жіберді. Мен оны сонау қиыр шығыста жүргенде оқыған едім. Бұл білетін адамдардың жібергендері. Ал мен мүлде білмейтін адамдардан және 2 кітап алдым. Олар Омар Хайямның өлеңдер жинағы мен Сағдидің Бустан атты кітабы. 2 кітапты жібергенде Москва елдер екен. Олар мен жайында журналдан оқып, қолдарына түскен бұл кітаптарды маған сыйлық ретінде жолдапты. Олардың біреуі былай деп хат жазыпты: сіздің Москваны қорғаудағы ерлігіңізге сүйсініп және сізді өз үйіміздің ең жақын жанашыры деп есептеп, қолыма бүгін ғана түскен осы кітапты сіз оқысын деп жолдап отырмын. Екеуін де оқыдым. Бустан кітабы әлі күнге дейін бар. Омар Хайям кітабын жоғалттым. Автор: екеуі де әйел дейсіз бе? Бауыржан: иә. Әйел деген ең сезімтал халық қой. Бұл менің әскерде, соғыста қандай кітаптар оқығаным жайында. Ал енді қалай оқыдың дейсің ғой. Уставта командирдің ойы деген тарау бар. Оның мәні командирдің алған бұйрығын саналы түрде жүзеге асыру үшін оның ойланып, толғануына уақыт беру деген мағынаға саяды. Мен қатал болғаныммен ұшқалақ командир болғаным жоқ. Бұл мақтан емес. Мен үлкен командирдің өзінен кіші командирлерді соңынан қалмай қайта-қайта өкшелей бергенін ұнатпаймын. Бұйрығыңды бер, оның ойлануына уақыт қалдыр, орындалғанын уақытында тексер. Менің қағидам осы. Солдаттар мен командирлер арасында 3-4 сағат болып тиісті бұйрығымды бергеннен кейін мен жертөлеге қайтамын. Келемін де жазбаларымды жазамын. Аяқталмаған кітаптарымды оқып бітіремін. Ал мен еш кітапты сызып, белгі салып оқыған кісі емеспін. Олай ету адамның ойын бөледі. Ол кезде мен стильге назар аудармайтынмын. Оқырман ретінде ғана оқитынмын. Онда оқығанымның бәрі тасқа түскен бедердей болып, ойымда ұмытылмай сақталып қалатын.
Уставтың кез келген статьясын, кез келген қолбасшының нақыл сөздерін жатқа соға беретінмін. Бұл сұрағың бітті ме? Енді әрі қарай кетейік. Иә, райисполкомда 3 жыл секретарь болдым. Бурабаев маған ұстаздық етті дедім ғой. Содан кейін Жуалыға тағы да 2 аудан қосылып, аудан үлкейді де, енді райисполкомға председатель болып Таран Бердібаев деген кісі келді. Ал аудандық партия комитетінің секретары болып Ефимов деген жолдас тағайындалды. Кейініректе Хабаровск өлкелік партия комитетінің секретары болатын осы Ефимов. Мен жаңа председателім Бердібаевқа жақпадым. Өзі сауатты кісі еді. Мен бірдеңені қате істесем, ол үйретудің орнына тыржиятын болды. Үйретуге үйреніп қалған басым, мен де тырсия қалып жүрдім. Ақыры ол мені секретарлықтан босатуға айналды. Сол кезде мені Ефимов шақыртты. Соның алдында ғана аудандық милиция бастығы орнынан түскен еді. Ефимов маған соның орнын ұсынды. Бұл менің қолымнан келе ме, дедім оған. Келеді. Сенің қолыңнан одан басқа да талай жұмыс келеді әлі, деп күлді Ефимов. Тегі ол Бердібаев екеуміздің шәлкем шалыс келе беретінімізді естіген болу керек. Сен жассың, жігерің бар. Әлде жоқ па жігерің? Бар, дедім мен. Мен соны біліп айтып отырмын ғой, деді Ефимов әзілдеп. Тек жігерің ғана емес, сенің айдының, айбының да бар, даусың да гүрілдек. Ол сақылдап күліп алды. Күлкісінің өзімен адамды еліктіріп әкететін кісі еді. Сонсоң арқамнан қақты. Сен шамданып қалма. Әзілді түсінесің ғой өзің? Түсінемін, дедім, расында да шамдана бастағанмен. Ал әзілді түсіне білу қазіргі милиция бастықтары үшін ең керекті қасиет. Осы қызметке бар, жолың болсын. Ал Бердібаев өзінің қалаған адамын хатшы етіп алсын. Осыдан кейін Ефимов милиция бастығының орынбасарларын шақыртты. Олар менен үлкен адамдар екен. Ефимов соларға тапсырма берді. Бала демей бағыныңдар, көмектесіңдер деді. Сөйтіп мен 6 ай милиция бастығы болдым. Сүзекпен ауырып, ол қызметтен өзімнен өзім түсіп қалдым. Одан бұрын бастық болған кездегі бір хикаямды айтып берейін. Сол кезде Сырдария губернасында Емельянов деген аса маңызды істер жөніндегі тергеуші бар еді. Ол өзі бір өте білімді юрист болатын. Аудандық милицияға мен бастық болғаннан кейін бір күні Жуалыға сол кісі келіп қалды. Мен бұрын ол кісіні көрмегенмін. Қаперімде түк жоқ, кабинетімде отыр едім, бір тапелтек кісі кіріп келді. Сәлемдескеннен кейін бас аяғыма қарап алды да, шырағым, милиция бастығы қайда екен деп сұрады. Тегі менің түріме қарап, бастық шығып кеткенде соның орнына келіп отырған жас милиционерлердің бірі шығар деп ойлаған болу керек. Мен, дедім орнымнан тұрып. Ол кісі маған документін көрсетті. Сөйтсем, Емельяновым осы кісі екен. Бастық болғанымның өзіне 5-6 ғана күн болған. Не бар, не жоқты білмейтінмін. Ендеше барып түрмені көрейік, деді ол. Келдік, көрдік. Адам деген бықып жатыр. Емельянов әркімдермен сөйлесіп, не үшін жатырсың деп сұрайды. Олар білмейді. Қораға шықтық. Қорада 69 ат байлаулы тұр. Бұлар кімдікі? Түрмедегі қазақтардікі. Аттарын неге қайтармайсыңдар, дейді Емельянов. Оны да ешкім білмейді. Емельянов мені ертіп қайтадан кабинетке келді. Содан кейін сабырмен кодексті алып көрсетті де түсіндіре бастады. Түрмеде 250 адам жатыр, деді ол. Осының көбіне қамауға берілген санкция жоқ, заңсыздық. Совет заңын бұрмалаушылық деген осы болады. Адамды қылмысы болса түрмеге қамауға болар, бірақ олардың аттарын түрмеге қамауды қайдан тапқансыздар? Меніңше, милиционерлеріңіз өзіне жақпаған адамдардың бәрін айдап әкеп түрмеге қамай берген. Ал протоколсыз бір адамды түрме босағасын аттатуға хақыларыңыз жоқ. Әрине, бұл сіздің кінәңіз болмас. Сіз жаңадан ғана тағайындалған екенсіз. Енді осы адамдардың қаншасына протокол жасалған екен, соларды тексертіп, осында алдырыңызшы.
Мен аппаратымды шақырып, Емельяновтың тапсырмасын айттым. Жұрттың бәрі Емельяновтан қорқып зыр жүгірді. Тексерсек, 50 адамға ғана протокол жасалыпты. Протоколсыз жатқан адамдардың бәрінде қазір өзіңіз барып түрмеден босаттырыңыз, деді Емельянов маған. Ертеңге дейін мен мына протоколдарды қарап шығайын. Мен барып 200 адамды бірден түрмеден босаттырдым. Қазақтар өздерінің босағандарына сенер-сенбестерін білмей маған қайта-қайта жалтақтай қарай береді. Қарағым, сен келмесең біздің босанатын түріміз жоқ еді, деп маған рахметті үсті-үстіне жаудырып жатыр. Аттарының жанына жетіп, жалына қолы тиісімен ырғып мініп, осы пәлелерден шынымен құтылдық па жоқ па дегендей, арттарына жалт-жалт қарасып, дала қойнына сүңгіп, ызғытып кетіп жатыр. Ей, момын халқым, деймін мен, олардың соңдарынан қарап тұрып. Сен келмесең, біздің босанатын түріміз жоқ еді деп, сендер маған разы болып барасыңдар. Іштеріндегі көз ашық деген менің өзім сендердің ақ қараларыңды айыра алмай қанша күн босқа қамауда ұстадым. Егер Емельянов келмесе, өздеріңнің әлі қанша күн жатарларыңды білмей, мені босқа мақтап барасыңдар-ау. Ертеңінде Емельянов протокол заңсыз жасалған деп тағы да 20 адамды босаттырды. Содан соң ол жиналыс өткізіп, бізге социалистік заңдылық туралы лекция оқыды. Совет азаматтарынан заңсыз бір адамды түрмеге отырғызған адам өзі түрмеге қамалады, деді. Бәріміздің зәреміз ұшты. Әпербақан милиционерлер моп-момақан болып қалды. Осыдан кейін қылдай қиянат көрсем, қылыштай қырқып отыруға бекіндім. Әртүрлі кодекстерді оқып, оның әр статьясына зер сала бастадым. Автор: сізді біреулер теріс азу, тентек атағысы келген бе? Осы қалай өзі, Бауке? Бауыржан ойланып, мұртын тістеледі. Қабағын түйіп, басын көтерді. Мен 25 жыл әскерде болдым. Біле білген кісіге бұл үлкен университет. Ең алдымен мен коммунистпін. Осы 25 жылдың ішінде мен талай қолбасшымен кездестім, сабақ алдым. Талай генералдың қол астында қызмет істедім, тәрбие көрдім. Талай ұлттың өкілдеріне командир болдым, тәрбиеледім. Өйткені командир деген әскери педагог қой. Осы әр ұлт адамдарымен істес болғанымды өзіме ерекше бір мектеп деп бағалаймын. Себебі чуваш мынадай екен-ау, қырғыз мынадай болады екен-ау деп ойланасың. Ана халық анадай дәстүрін қастерлейді, мына халық мынаны құрметтейді екен-ау деп толғанасың. Мен осы 25 жыл ішінде қарамағымда болған үстеріне шинель киген солдаттар арқылы Совет одағының барлық халықтарының жанын ұқтым деп ойлаймын. Өйткені олардың жүректері, іштерінен шыққан балалары менің алақанымда болды. Отан үшін өз басымды өлімге байлай отырып, мен оларды ажалмен алысуға жұмсадым. Олардың өлмеу үшін өз ұрпақтарын, өз халықтарының намысын, оның өздері сүйетін асыл қасиеттерін аман сақтап қалу үшін жұмсадым. Өзім де жаным арымның садағасы, халқым үшін қасықтай, қаным пида деп жанып тұрған отқа талай түстім. Мен соғыс кезінде Красная звезда газетіне былай жазғанмын. Өз халқын құрметтеп, сүймеген адам опасыз, оңбаған адам дегенмін. Сол сөзімді әлі де қайталаймын. Өйткені Энгельс айтқандай, өз елінің бағасын білген адам ғана басқа елді қадірлей алады. Өйткені халықтардың туыстығы алдымен адамдардың өз халқына сүйіспеншілігі арқылы ғана келеді. Мен өзге ұлттарды құрметтеуші, өз ұлтын сүюші адаммын. Мен нацизмнің туын көтерген фашизмге қарсы жан аямай күрескен кісімін. Мен Гитлердің нацист армиясына қарсы қол бастаған адамдардың бірімін. Мен фашистерді жан тәніммен жек көріп соғыстым. Мен советтік отанымды жан тәніммен жақсы көріп соғыстым. Осы екеуінде жауға деген өшпенділікпен отанға деген сүйіспеншілікті айтамын. Мен қол астымдағы әр жауынгердің, әр командирдің жүрегіне ектім. Білегіне емес,
көйлегінің оң жақ шетін түріп жіберіп, бала күнінде білегіне еккен шешектен қалған 2 даңқты көрсетті. Міне, мынау емес, бұл дәрігерлердің жұмысы. Ал мен олардың жүрегіне ектім. Бағана да айттым. Мен нацистерге қарсы 207 рет ұрысқа қатысып, 5 рет өлімнің құрсауында қалған, 2 рет өлімші болып жараланған жанмын. Ендеше мен қалай теріс азу тентек боламын. Даусымның қаттырақ шығып кеткеніне кешірім еткін сен. Ол кезде менің Қазақстанға хат жазып, халық ақындарының айтысын ұйымдастыру керек. Бұл халықтың рухын көтереді дегенім кейбір жеке адамдарға ұнамаған болар. Кейбір ұлттық киімдеріміздің үлгісін сақтау, үлкенді құрметтеу, ананы ардақтау, ағаны қадірлеу сияқты жақсы дәстүрлерімізді жандандыра беру жайындағы пікірім жақпаған шығар. Менің мұным көп халықты мемлекетіміздің түрі ұлттық, мазмұны социалистік мәдениетіне, салт санасына өзіміздің ұлттық үлесімізді қосайық деген игі тілек еді ғой. Мен кеше 44-ші жылы осыны айтып едім ғой. Бауыржан осыны айтты да, ақ мүштікке сигарет сұғып, темекісін тұтатты. Мен оның айтқанына іле салмай, бұқиып қағазымды жазып жаттым. Мені қозғағысы келмеді-ау деймін. Ол темекісін аузына тістеген күйі, ұзын 2 қолын төсекке тіреп, жайлап көтеріліп, есіктен шығып кетті. Оның соңғы сөздерін жазып болған соң, менің есіме сол жылдары сонау соғыста жүргенде естіген кейбір әңгімелерім түсті. Бұл өзі бір жағынан қазақтың ұзын құлағының соғыс сияқты қиын кезеңде де жердің алыстығына қарамастан өз қызметін адал атқарғандығының айғағы іспетті де. Сол ұзын құлақтың окопқа әкелген хабарының бір тарауында Бауыржанның Алматыға барғаны, қонақта болған үйлерінде парасатты сөздер айтқаны баяндалатын. Мәселен, Бауыржан бір кісінің үйінде болған екен дейтін ұзын құлақ. Сонда Бауыржанға бір тәрелкенің үстіне бір тәрелкені қойып, оның үстіне бір кішкентай тәрелкені орналастырып, соған кішкентай ғана ас салып ұсынған екен дейді. Бауыржан сонда бос тәрелкелерді бірінен соң бірін сырғытып тастап, алдына ас салынған кішкентай тәрелкені ғана қалдырып, осы үйдің тамағынан табағы көп пе деймін, деген екен әзілдеп. Сағатыма қарасам, тура 1:30 болған екен. Осы кезде кухня жақтан Бауыржанның мені шақырған дауысы естілді. «Әй, қарағым, ауқатқа келгін, шаршадың ғой», деді ол. Бұл сәтте Бауыржан маған қатал командир рөлінен қамқор әке рөліне ауысқан сияқты боп сезілді. Түскі астың алдында қол шаятын жер іздей жүріп, Бауыржанның бөлмелеріне көз жүгірттім. Пәтердің Фурманов көшесі жақ бөлегінде кең үлкен бөлме бар екен. Сервант, телевизор сонда тұр. Ас ішетін бөлмелері осы болар деп жорамалдадым. Оның ар жағында тағы бір бөлменің есігі көрінді. Ол жатын бөлме болуға тиіс деп ойладым. Сонда бұл пәтер негізінен 4 бөлмелі сияқты. Осы арада Бауыржанның бұл үйді қалай алғандығы жайында жұрт аузында жүрген мына әңгіме ойыма түсті. Бауыржан бұрын Держинский көшесінде шағындау пәтерде тұрса керек. Қалалық советтен кеңірек пәтер сұрайды. Бір күні оған қалалық советтің қызметкері телефон соғып, сіздің өтінішіңіз орындалды. Келіп, кең пәтердің ордерін алыңыз дейді. Бауыржан барып 5 бөлмелі пәтердің ордерін алады. Пәтерімді көрейін деп жаңа үйге барса, есік алдында мұңайып тұрған қартаң орыс әйеліне кездеседі. «Неге мұңайып тұрсыз, шешей?» дейді. Ойында ештеңе жоқ Бауыржан, әйелдің қасына тоқтап. Әйел қалалық советтің осыдан 2 бөлмелі пәтер бермек боп уәде етіп келгенін, бірақ дәл ордер берерде ол уәделерінен тайып қалғандығын айтады. Маған деген үйді бір 3 бөлмелік пәтермен біріктіріп, бір полковникке беріпті. Қайтейін, менің де балам соғыста өліп еді. Әрине ол солдат еді дейді.
Мұны естігенде Бауыржанның барлық түгі сыртына теуіп шыға келеді. Жирен мұрты едірейіп, электр сымының біріне бірін жақындатқан екі ұшындай болып, шытыр-шытыр ете қалады. Мұңаймаңыз, шеше. Қазір ордер беретін жерге барыңыз. Пәтеріңіз өзіңізге тиеді, дейді. Де Бауыржан мініп келген машинасына отырып алып, қайтадан қалалық советке тартады. Мен маған біреуге берілген пәтерлерді бер деген жоқпын, дейді ол бағана қолына ордер ұстатқан қызметкерге келіп. Мына ордерді жыртыңыз да пәтерді бұрын уәде етілген адамдарға беріңіз. Осылай деп ол қолындағы ордерді қайтарып береді. Қалалық совет қызметкері қалбалақтап, ол адамдарға пәтер кейінірек беруге ұйғарылған еді. Сіз пәтер сұраған соң, сол екеуін қосып сізге қамқорлық жасайын деген едік. Молчать, дейді Бауыржан көз ежірейіп. Мұрты одан сайын тікірейе түсіп. Маған мұндай қамқорлықтың керегі жоқ. 20 минуттан кейін маған телефон соғып, бұл пәтердің бұрынғы иелеріне берілгендігін хабарлаңыз. Понятно вам? Түсінікті жолдас Момышұлы. Тек сіздің берген пәтерден неге бас тартып тұрғаныңыз түсініксіз. Ол солдаттың анасы ғой. Солдаттың анасы деген сөздің мағынасын түсінесіз бе? Солдаттың анасы Россияның анасы. Енді ұғынықты ма сізге? Қызметкер басын изейді. Расында да, ол бірсыпыра уақыттан кейін Бауыржанның үйіне телефон соғып, жаңа пәтердің бұрынғы иелеріне ордер жазылып бергенін хабарлайды. Ордер алғанда олардың қуанышында шек болған жоқ, дейді қызметкер. Әсіресе қарт ана қатты қуанды. Сіздің Бауыржан Момышұлы екеніңізді білгенде, және сіздің солдаттың анасы Россияның анасы деген сөзіңізді айтқанымда ол жылап жіберді. Кітаптарын оқығанда Момышұлы дәл сондай азамат шығар деп ойлаушы едім, қателеспеген екенмін, деді. Хабарыңызға рахмет, деп Бауыржан трубканы іліп қояды. Содан бірсыпыра уақыт өткеннен кейін Бауыржанға Фурманов көшесінен басқа пәтер берілген екен. Ел аузындағы әңгімелердің бір нұсқасы осындай болатын. Баукеңнің сол пәтері осы екен ғой деп ойладым ішімнен. Осыған жалғаса Баукеңнің ананы ардақтауы жайындағы екінші бір аңыз әңгіме және есіме түсті. Бұл оқиғаны маған 1957 жылы Москвада Қоғамдық ғылымдар академиясында оқыған жігіттердің бірі айтып еді. Сол жылы июньнің бас кезінде Москвада татар әдебиеті мен өнерінің 10 күндігі өткен. Оны Одақтар үйінің колонна залында Сурков ашқан. Татар әдебиеті мен мәдениетінің қайраткерлері тегіс президиумге жайғасады. Күміскөмей жезтаңдай Ділмәр Сурков оларды Астанаға келуімен құттықтап, кіріспе сөз сөйлейді. Сөйтіп, ол енді баяндамашыға сөз бере берген кезде залдан Алексей Александрович деген саңқ еткен үн естіледі. Жұрт тосын үнге елең ете қалады. Залдың алдыңғы жағынан иығында погоны бар офицер формасындағы сұңғақ бойлы қоңырқай жүзді адам орнынан тұрады. Бүкіл зал офицерге назар аударады. Амина ханым қайда? Алексей Александрович, дейді офицер жайлап, таза орыс тілінде. Президиум үстелінің басынан мен ол кісіні көре алмай тұрмын. Залдағылардың көпшілігі Москваның татарлары болса керек. Офицер Амина атын атағанда олар гу ете түседі. Басқалар Аминаның кім екенін білмейді. Татар мәдениеті өкілдерінің бірі болар деп ойлайды. Оны жоқтап тұрған мына офицерде татар шығар деген дейді іштерінен. Майталман Сурков офицерге қарап, үнсіз бас изейді де, сәл ойланып алып, қайтадан зымырата жөнеледі. Амина ханым бойына біткен кішіпейілділікті сақтап, президиум үстелінің басына келмей қалған болар, дейді ол жан-жағына қарап. Президиумның арт жағына да көз жіберіп. Біздің асыл досымыз, Совет одағының батыры Мұса Жәлел де өзінің сүйікті жары Амина ханымды дәл осы кішіпейілділігі үшін де құрметтеген болар. Бірақ Ұлы Отан соғысының қаһарманы, даңқты гвардия полковнигі Бауыржан Момышұлы
Батырдың жарын осы жиналыстың президиумынан көруді орынды ескертті. Рахмет, Бауыржан. Ол залдағы ұсыныс айтқан офицер отырған жаққа басын изеді. Біз бұл ұсынысты шын ықыласпен қостап, Амина ханымның президиумға келуін өтінеміз. Сол кезде зал шатырлата қол соғады. Шапалақ дауысы қабырғаны жарып кете жаздайды. Мұса Жәлелдің жары президиумге барып орналасқанша қол соғу тоқталмайды. Бағанадан бері Амина ханым дегеннің де, оны президиумге шақырған офицердің де кім екенін білмей, аңтарылып отырған жұрт орындарынан тұрып, Мұса Жәлел, Бауыржан Момышұлы, Мұса Жәлел, Бауыржан Момышұлы деп қосыла дауыстап, бір ырғақпен қол соғып тұрып алады. Біз анадай үлкен жиналыста жарып шығып, оның үстіне суырла сөйлегенде, аузымен құс тістейтін атақты шешен Алексей Сурковты тоқтатып қойып, Баукеңнің солдаттың жарын президиумге шығарған ерлігіне ерекше сүйсініп қайттық, деген еді маған бұл әңгімені айтқан жігіт. Баукең туралы жазылғанның бәрінің де шындық екеніне сонда анық көзіміз жетті. Оның өлген солдатты ардақтап, Аминаны той төріне шығаруы бүкіл жұрттың жүрегін тебірентті. Академия мен партия мектебінде оқып жүрген қазақтар үзіліс кезінде жиналып барып, Баукеңнің қолын алдық. Қолымды шайып, кухняға жеткенше мен бұл екі оқиғаны ерекше разылықпен есіме түсіріп өттім. Түскі асқа қойдың төсін қатық қылған күріш көже іштік. Менің тәрелкеме төстің сүріншек деп аталатын басы түскен екен. Бірақ мен оны жақсылап мүжіп кеміре алмадым. Өйткені Бауыржан ас үстінде әңгіме айтып отырды. Маған қомағайланып аш жегеннен құнығып әңгіме тыңдау артық еді. Кеше осы жерде деп Бауыржан мен отырған орындықты нұсқады. Гофман отырды. Ол бұрын біздің 316-шы атқыштар дивизиясының штаб бастығы болған кісі. Артынан жоғарылап корпустың штаб бастығына дейін көтерілген. Кейін ол өзін дұрыс ұстамай, совет офицеріне лайықсыз мінез көрсеткені үшін орнынан түскен еді. Сол себепті оның аты біздің кітаптарымызға енбеген. Қазір Ялтада тұрады екен. 6 бөлмелі үйім, бау-бақшам бар деп бөсіп отырды. Сол келіп, Алматы мені алақанына салып қарсы алмады деп өзінен өзі маған өкпе соқты. Бектің кітабында да мен жоқпын, сенің кітабыңда да менің атым жоқ. Сендер мені неге жазбайсыңдар осы? Мен оған жайлап жауап бердім. Константин Николаевич, сіздің де ерлігіңізді жазатын бір жазушы туар әлі. Атақты Война и мирдің 1812 жылғы отан соғысы біткеннен кейін неше жылдан соң жарыққа шыққанын білесіз бе? Білмеймін, білгім де келмейді, деп бақырды ол. Барлық документ менің қолымнан өткен. Міне, оның бәрі мына жерде, басымда, деп ол маңдайын түрткіледі. Сендер жазбасаңдар өзім жазамын. Сіздің басыңыздағы документтер, ресми мәліметтер, ақпарлар ғана ғой, дедім мен. Кітап жазу үшін қағазға түскен хабарлар және оның сіздің басыңызда қалғаны жеткіліксіз мағлұматтар. Оның үстіне солдаттардың жанын, жүрегін білуіңіз керек. Кітап үшін ең қажетті мәліметтер осы. Мұндай мәліметтеріңіз мол болса, сіз жазасыз әрине, дедім сабырлы түрде. Осы кезде Бауыржанның оң жағындағы орындықта отырған кішкентай қыз талпына ұмтылып, оның қолындағы шанышқысын алды. Бұл немереме Бауке, деп сұрадым. Қызымның қызы, деді Бауыржан. Жиен ғой, деді әйелі. Қызы не, ұлы не, баланың бәрі бір, деді Бауыржан, кішкентай қызды басынан сипап. Аты Анар, атасын сондай жақсы көреді өзі. Осы арада өз басым бір рет Бауыржанның жан жомарттығының куәсі болғаным есіме түсті. Театрдың ішінде ине шаншар бош жер жоқ. Қаланың қазақ қауымы тайлы таяғына дейін қалмастан тегіс келгенге ұқсайды. Отыратын орын тимегендер қабырғаны жағалай табандарынан тік тұрып, жұрт демін
ішіне тартып сахна жаққа құлақ салып сілтідей тініп қалған. Сахнада ақындар айтысып жатыр. Әсіресе Қызылорда облысынан келген ақын қыз бен Шымкент облысынан шыққан жігіттің айтысына қалың жұрт қатты назар аударып, тырс етпестен тыңдап отыр. Халықтың қыз ақынға ерекше ден қойып, ілтипат білдіргеніне екі түрлі себеп бар еді. Біріншіден, басына үкілі тақия, үстіне қос етек көйлек киіп, қарсы алдындағы ақын жігітпен табан тіреп қазақша айтысып отырған Надежда Лушникова есімді орыс қызы болатын. Екіншіден, ол қазақтың аса бір мұңды әніне салып, мұңды бір оқиғаның жібін тарқатып отырды. Ол өзі осы атырапта жаңада ғана болған жай еді. Шымкент пет институтына оқуға түскен өрімдей жас, өзгеше сұлу қызды осы жердің бір ожар жігіті оқуды тастап, маған әйел болмайсың деп жазғырыпты. Осы жайды Надя өлең тілімен баяндап, осындай қодар жігіт Бекежан боз балалар осы заманда тек қана сенің ауылыңда кездесіп отыр. Жігіттеріңді неге жөндеп тәрбиелемейсіңдер деп Надя қарсысындағы Шымкент ақынына қинала кінә таққанда, бүкіл зал дүр сілкініп, қол соғып, гулеп кеткен. Қызылорда, Шымкент, Жамбыл облысы ақындарының айтысы аяқталғаннан кейін, сол арада сол қалың қауымның алдында жюридің қорытындысы шығарылып, ақындарға жүлде берілді. Біреулер кілем алып, біреулер шапан киді. Төреші Надежда Лушникованың атын атап, оған еркектің маяк деген қол сағатын ұсынды. Осы кезде залдың алдыңғы қатарында отырған әлдекімнің қаһарлы үні саңқ ете түсті. Жоқ, Надя алмайды бұл сағатты. Ұзын бойлы әскери киімді қарасұр адам орнынан тұрып, іле сөйлеп кетті. Менің ана тілімде асыл сөздер ақтарып, жұрттың жүрегін тербеген мынау шүйкедей сарығыз, деді ол жұртқа Лушникованы нұсқап. Зал демін ішіне тартып тына қалды. Сенің тіліңді біліп, жай сөзіңді сөйлей беретін орыс, неміс, өзбек, чечен, қырғыз толып жатыр, деді ол енді төрешіге қадалып. Бірақ сенің өнер тіліңді өз тілінен артық білетін осы Надядан басқа кімді көрдің, айтшы кәне. Кешегі Мәриям Жагөр қызының жөні бір басқа. Дәл бүгінгі бас бәйге біздің тілімізде бұлбұлдай сайраған осынау кішкентай қызға берілуі тиіс. Бұл осы айтысқа қатысу үшін Алматыдан арнайы Шымкентке келген бір топ ақын жазушының бірі Бауыржан Момышұлы болатын. Ол Надяға төреші ұсынған маяк сағатын алдырмады. Сыйлық үлестіріліп болғаннан кейін Бауыржан әйелі Кәмәш екеуі Надя Лушникованы орталарына алып, ювелир магазиніне барды. Магазиннен таңдап жүріп, лира маркалы алтын сағатты сатып алды да, Бауыржан зергерге апарып, оның қақпағына мынадай сөздер жаздырды. Надя, шеберлігің үшін. Б. Момышұлы, 25.02.1964 ж. Сағатты Лушникованың қолына тағып жатып, Бауыржан тебірене тұрып тіл қатты. Мұны саған Бауыржанның бергені деме. Адал жүрек асыл өнерің үшін саған қазақ халқының сыйлағаны деп біл. Игілігіңе тақ қарағым. Ас ішіліп болғаннан кейін мен орнымнан тұрдым. Бауыржан темекі тартуға кірісті. Бауке, мен анам бөлмеге барып отыра тұрайын. Я, дұрыс, деді ол. Біраздан кейін Кәмәш келіп Бауыржанның төсегіне отырды. Тегі Баукең оны да қуып шыққан-ау деп ойладым ішімнен. Горкийдің жазушының әйелі жайында айтқан бір сөзін еріксіз есіме салдым. Егер әйел өзін өзі кемтар еткісі келмесе, онда жазушыны сүймеуі, оған ерге шықпауы керек, деген еді ол бір әңгімесінде. Одан кейін сол Горкийдің әйел туралы айтқан мына бір сөзі тағы да ойыма оралды. Дүниеде әйелден берік, әйелден айқын еш нәрсе жоқ. Ендеше еркектің одан өзге сүйенері және жоқ. Мына Кәмәш та Баукеңнің жасы еңкейген шағында серіктесіп,
оның сүйеніп тірегі болып отыр. Көктемдей құбылмалы мінезі бар Бауыржандай адамның қыбын тауып қызмет ету оңай іс емес ау. Оған қаншама күш, қайрат, сезімталдық керек десеңші. Берік десе берік, мықты десе мықтысың ау әйел заты деп ойладым ішімнен. Бауыржан кухнядан шығып менің қасыма келді. Екеуміз тағы да оңаша қалып түске дейінгі әңгімемізді қайтадан жалғастырдық. Сонымен әлі милиция бастығымын ғой. Иә, милиция бастығысыз. Ауданға Емельянов келіп, содан бір сыпыра істің жайына қандыңыз. Рас, Емельяновтың ауданға бір келіп кеткені маған кішігірім бір мектептей болды. Сонымен жұмысымды ептеп игеріп, қаз-қаз басып қалтақ-құлтақ жүре бастағандай шаққа жеттім. Бір күн ауданымызға өлкелік партия комитетінің өкілі болып, жабдықтау халық комиссары Нығмет Сырғабеков деген кісі келді. Ол кісі аудан аралайды екен. Ефимов пен Бердібаев мені соның қасына қосып берді. Сырғабеков ақылды, байсалды, барынша көшелі адам екен. Тек қана қалқам, шырағым деп сөйлейді. Жол жөнекей менің барлық жайымды сұрап, істе жіберген кемшіліктеріме талдау жасап, ағалық ақыл кеңесін ақтарыла айтып, жөнге келетін, жобаға жанасатын істеріме қатты қуаныш білдіріп, жанымды жасытпай, жігерлендіріп, ынталандырып отырды. Оның алдында Емельяновтың келуі ауылда совет жұмысын жүргізудің бірінші басқыш мектебіндей болса, Сырғабековтың келуі екінші басқыш мектептің білімін бере бастағандай еді. Бірақ мен ол мектептің оқуын таусалмай, орта жолда мұрттай ұштым. Бір жығылғанда қатарынан 2 рет құладым, ол былай болды. 3-ші күні кешке қарай Сырғабеков екеуміз Бурныйға келдік те менің досым Каноненконың үйіне түстік. Келсек, Каноненконың кішкентай қызы қатты ауырып жатыр екен. Мына менің түрім түксиіп тұрғанымен аса балажан адаммын. Бұл менің кішкентай күннен бойыма сіңген дағдым. Сол дағдыммен қолда-аяққа тұрмай шырқырап жатқан баланың маңдайынан сипап, бір кішкентай көтеріп жүріп едім. Сөйтсем, ол бала сүзекпен ауырып жатыр екен. Ертеңінде басқа ауылдарға тағы да жүріп кеттік. Таңертең бойым ауырлап тұрған сияқты болды. Жолда өн бойым қызып қалшылдай бастадым. Қасымдағы Сырғабековке: «Ағай, мен ауырдым» деуге ғана шамам келді. Содан соң не болғанымды білмеймін. Сырғабеков мені дереу аудан орталығына жеткізіп, ауруханаға жатқыздырды. Сол жатқаннан мен ауруханада 2 ай жаттым. Ал милицияға бастық керек. Мен ауруханада жатқанда бұрынғы взвод командирі Мұқатай Егенбаев деген жігіт милиция бастығы болып тағайындалады. Бауыржан сигаретін мүштікке сұғып, темекі тұтатуға кірісті. Мен қағазыма қарадым. Даярлап әкелген сұрақтарының ішінде: «Сіз балалардың басынан сипап, маңдайынан иіскейсіз бе?» деп басталып, Бауыржанның балалық шағына байланысты қойылатын 2-3 сұрақ бар еді. Өйткені мен Бауыржан сияқты адамдар ешқашан баланың бетінен сүймейтін, қатал келетін шығар деп ойлағанмын. Ал оның кішкентай жиені Анарды алақанына салып мәпелеп отырғанын көргеннен кейін және өзінің жас баланы жақсы көретіндігінен сүзек ауруын жұқтырып алғанын естігеннен соң, ол сұрағымның мүлде мәнсіз, орынсыз екенін ұқтым. Сондықтан оны тастап кетіп, балалық шағына байланысты өзге сұрақтарымды қоюға ұйғардым. Барлықтарыңызға рахмет, достар. Осымен Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» роман диалогының бірінші диалогы аяқталды.